Қайырлы таң, дорогие друзья, ребята, народ, боже! Үйге мама келсе, обязательно мынандай бардак болады. Ой, бұрым, ой. Яқта іш киімдер көрініп қалмасын. Давай, Макс, мен оқырмандарыма сәлем айтшы. Қалайсыңдар, жігіттерім? Мам! Мына наншы. Мен есім білген кезде тұрады үйде. Көгеркі. Бетін алып тастап жей берейін, таппаса ішпелер. Жанымнан келіп іш, мен сені сағынам. Ай беу. Сен салып құлайын, тұрақының махаббатқа болдырмас. Ақылайла, ақылайлас. Сүйем десең қолда мақыл, сүймейм десең тұм-тұмсақ ұрды. Халқым болды, инстаграм удалать етем. Мақсаты заблокировать. О, оны шашты сіздің азамыңызды. Ay бұл адам болмайды. Бұл адам болмайды ау. Ештеңесі. Қазақстан. Маңар маман көмітсі деп айтын болды. Басқа ештеңесі. Мен жудым ғой енді көрпе төсекті, кетші бер әлі. Соска болып шығыңшы. Мама, переход. Мама, переход. Керек сізге. Кең, переход. Есті ашым жабам болды. Көресіздер әс. Ал достар, назарларыңызға мама переходпен өте әдемі боп шығады. Саняға бар. Арай. Болды. Кетем. Көшетесе. Мама тені көшетесе. Ешкедің сүйресе айуанның баласы. Сүйген жоқпын мен. Болды, мен қайттым. Жақсы достар, мен бұл үйден көшем. Құрайым, көшем, мама кетем. Болды. Мұсыр алып. Мусор алып кет дейді. Қалмай қалыңдар, ә? Ема, паталы көп тұрсын әрі. Саска. Ей! Мен кесегім тайып бамазик, мағашыраға тәйген рекламазик. Бұл жерде көрмім білен көрдім таним. Оларға айтатын сөздер қалмады. Үсте бішін алаяқтар мани. Өзінше Макияжмен, но тамақты да ұмытпаймыз, достар. Рахмет, бауырым. Бә, қолың дерт көрмесін. Ас болсын. Барып шешіне бер. Болсын. Ләзін кәманда бе. Ұста. Мұрын қышып кетті. Айбы, мұрын қышып кетті. Чат көтеріп жеші. Давай. Яман өзі ма? Я. Кешегі түрді күттіңіздер ма? Өтте қатты қателескесіздер. Бұл кәдімгі сіздердің күнделікті көріп жүрген арайларыңыз. Короче, бүгін бәріне отказ бердім, потому что үйге келмегеніме біраз болған. Из-за этого бүгін үйге генеральный уборка. Ал тамашаларыңыздар, назарларыңызда арай. Екеумізге арқалап арман жүгін, ортақ шаттық күтеміз алдан бүгін. Самал болып сипаймын маңдайыңнан, оятарда тербетіп таңдар бөлін. Ғашық болып жүректер бала кезден, сыр көшіп тұнжырлау тана көзден. Аса болсам жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезгем.
Менсіз сенің балалық шағың қандай болар еді? Зор. Ярко. Еш уайымсыз, проблемасыз. Мен де таяқ жемей өмір өсетін емін. Сен ешкім сұрамады. Сен менен сұрап отырсың ғой? Болды. Егер әлемде барлығы маған қарсы болса, сен менімен бірге боласың. Ответін білем. Мен әлеммен бірге болам. Бауырдың бәріміз жоқ па? Ответін білем бұл. Таста. Менімен бірге балалық шағыңыздағы ең есте қаларлық сәт қандай? Планшетпен басымды ұрып жарғам. Ой, бұл қоясың. Короче, анда планшет болған. Жыныма тиген ғой, короче, и басына ұрғам ғой. Планшет бит тұрған, планшет бит майысып қалған. Просто сестренкам болған. Әлі өкіне мөлдірдің сестренкісі болмаңдар. Сен де айтасың. Мен де ме? Мөлдір маған 3 литрлік банкілер лақтырған ғой, үшімше. Жертва болса, жертва. Маған жынданады да, үшімше. Несін жынданғанды сен? Шай қойшы дейді маған. Болт қоям деймін. 5 рет сондай болды. Шай қойшы дейді. Короче, болт қоям, телефонға кіріп кеткен ғой. Шай қойшы, арай дейді. Болт тұра берем ғой. Бір кез битіп келеткен түрін көрем ғой, короче. Битіп ше. Мыңмен жүгіріп барып шайдың астына қойып, жер үйде тұрамыз ғой біз. Бүйтіп шай қойып жатқан ем. Жынданып тұрды да, анда ашуланса өз-өзін ұстай алмайды бұл ше. Сол жағына қарап қабет 3 литр көк банкі болған ғой. Алды да бүйтіп тұрып лақтырды ғой, короче. Ешқайсы тимейді ғой мен. Абей деп қашып жатырмын ғой. Ойбай деп ше. Жердің бәрі шиша ғой. Сөйтіп бұл тимегенін көрді да, короче. Сонымен жалаң аяқ, нәскиі жоқ аяғында ашуланып басып келе тұрып үстін прикинь. Мен саған шай қой дедім деді ғой, короче. Короче, сондай күшті естелік есімде. Аяғым қанап па еще? Аяғы қанап 1 жыл емделген ғой, короче. Операция істейміз де. Короче, кесу керек еді сол кезде. Мен сізді қай кезде қатты ренжіттім? Мен сен ренжіткен сияқты. Вообще. Ренжітпеген, Вообще ондай болма. Ондай жоқ. Вообще ондай болма. Мен ешкім ренжітпеймін, мен жәндікті ренжітпеймін ғой. Массаж жақса жан қанымды ішіп ал деп айтатын адам. Бұл андай идеялерді бауырларын немесе ата-ана ондайға ренжітпейді да. Если бір конфликт бірдеңе болса, просто кетіп қалады үйден и все. Ешкім ұрысып салғасып отпайды. А если көшеден біреу бізге тиіссе, вот соны. Ондайым бар.